Көршілер. Қала шетіндегі қоршауы жоқ, жапырайған ескі үйге бүгінде жан бітіпті. Біраз уақыт сатылымда қараусыз қаңырап тұрып еді бұл үй. Іргетасы жерге шөге жаздап, әрең тұрған үйдің сырты да көшіп, әбден тозығы жеткен. Сонда да жеріне қызығып, болашақта үйді бұзып, орнына көршілер сияқты үлкен үй тұрғызып аламыз деген сеніммен жас отбасы Еркеғали мен Мерей сатып алып еді бұл ескі сабан тамды. Бар жиған тергендеріне бұйырып тұрған осы үй екен. Айналасында өңкей ауқатлардың тұратынын қос қабатты үлкен үйлерінен байқайсың. Бір осы үй ғана мыжырайып, мынау ортаға төбеден түсе салғандай көше сәнін бұзып тұр. Қара шаңырақта оннан асам адам тұрып, әбден қысылып, қымтырылған екеуіне дәл қазір ханның зәулім сарайында еді бұл баспана. Әзірше жөндеу жүргізуге шамамыз жоқ. Бар ақшамыз үйді сатып алуға кетті. Іші сыртын ақтап алсақ, көктемге дейін тұруға жарайды. Кейін жағдайға қарап көрерміз. Үйді бұзып, орнына жаңасын саламыз, немесе күрделі жөндеу жүргіземіз деген күйеуіне Мерей, анау сияқты үлкен үй тұрғызып алсақ қоя, деп саусағын шошайтып, көршінің еңселі үйін көрсетті. Бұйыртса, ол да болады. Үй сатып ала алмайтындай түңіліп едің ғой. Міне, енді өз үйіміз бар, деген Еркеғали үйдің сыртын айналып, үгітілген қабырғаларын қолмен ұстап көріп жүр. Мерей де шөп басып, әр жерден қоқыстың басы көрінген аулаға көз жүгіртіп, жұмысты неден бастарын білмей тұр. Осы кезде көршінің үйінің алдына көлік келіп тоқтап, ішінен сыланған бір келіншек түсті. Біз өкше туфлиімен тық-тық басып, үйіне кіріп бара жатып, осы жаққа көз тастап қойды. Аққұбадан келген, мүсіні кезген келіншек екен. Бұларға қарап, бас изеп амандасқандай болды. Мерей де басын изеді. Әдемісін-ай, деп ойлады іштей. Жарасымды киініп, әдеміге кіріп бара жатқан сұлу келіншекке қарап, ол қиялға беріліп те үлгерді. Қалаға келдік қой, мен де енді өзіме күтім жасап, қалалықша сыланып жүруім керек деп өзінің үстіне көз жүгіртті. Жуыла-жуыла өңі кеткен халат пен аяғында шеті желінген резеңке сүйретпе. Ауылдың борпылдақ топырағынан тазарту үшін аяғын арықтағы мұздай суға жуа салатын. Ендігісі өкшесі жарылып, онысы қарайып, тәпішкенің қара табанындай болып кетіпті. Ал қобыраған шашын орамал астына жасыра салған. Ауылдағы үйдің бітпейтін тірлігі мұны жүнжітіп тастағаны рас-ақ. Күйелеш болып, тандыр мен ошақ қасынан шықпайтын. Тандырға нан жауып, көбі пісіп, май шайқап, одан қалса бау-бақшаның жұмыстары Мерейге шашын тарауға да мұрша бермейтін еді. Ол өзін ешкіммен салыстырмайтын, біреудің пікірімен де санасқан емес. Ал қазір ол өмірінде алғаш рет мынау сәмбі талдай сыланған сұлу келіншекпен өзін салыстырып тұр. Неге? Қызық. Мен жұмыс жаққа барайын, бастық хабарласты, деген Еркеғали бір кезде асығыс келіп, үйілген ала сөмкелерді тез-тез ішке кіргізе бастады. Менің киімдерім қай сөмкеде? Тез киімдерім дайында, деп есік алдында суы тамшылаған құбырды ашып жуына бастады. Ертеңге дейін сұранбап па едің? Мен қалай кіргіземін мыналардың бәрін? Деген Мерей тоңқылдап, күйеуін жұмысқа шығарып салуға кірісті. Еркеғали осы қаладағы бір бастықтың жеке жүргізушісі болып жұмыс істейді. Оның өзінен бастап, әйел, бала-шағасына дейін ары-бері тасып, бір отбасын асырайтындай-ақ табыс тауып жүрген жайы бар. Осы үйді сатып алуға да жақсы қаражат берді. Айлығыңнан бөліп ұстап отырамын деп, бастығының сөзін екі етпей шақырса шауып бара жатқаны да сондықтан болар. Ал үйді айнала жүгіріп, ойнап жүрген үш балапанның қуанышында шек жоқ. Оларға үйдің ескі жаңасы бәрібір,
Ең бастысы, әке-шеше қастарында. Қалаға жұмысқа кетіп, аптасына бір рет көретін әкей енді күнде көз алдарында. Бұл отбасының қаладағы қым-қуыт тіршілігі басталды да кетті. Абыр-сабыр тірліктері сырт көзден де таса болмауда. Сырт көз болғанда да әлгі көрші келіншек қой. Үйінің екінші қабатына шығып, пердеден сығалап, асыр салып ойнап жүрген балаларға тесіліп қарап қалыпты. Тіршілігі жанданған көрші аулаға көз тастаған Толқын іштей тамсанды. Балалар қандай сүйкімді еді деп ойлап тұр. Бір кезде олардың анасы болар, ала сөмкелерді ішке сүйреп жүріп, кілт тоқтап, бұл жаққа жалт қарады. Толқын пердені жауып үлгерді. Өзі терезе түбіне шөге қалды. Неге екені белгісіз, қорқып кеткен сияқты. Жаңа көршісінің түсі сұстылау екен. Терезе жанында отырып, ол үй ішіне көз жүгіртті. Бөлмелері көп, кең, әдемі үй. Жиһаздары жарқырағанмен қаңырап тұр үй іші. Жансыз заттармен үй ішін толтыра беріпті. Суық. Далада күн жанып тұрса да, үйінің іші суық. Ешқандай тіршілік белгісі байқалмайды. Күйеу екеуі таңертең жұмысқа кетеді, кешке бірақ келеді. Тамақты да сырттан іше салады. Ас үйінің қазаны кей күндері ғана қайнайды. Көршілердің көшіп келгені әсер етті ме, әлде үйіне жан бітіргісі келді ме, түстен кейін тағы да жұмысқа шапқыламай ас бөлмесіне кірді. Көптен бері қазанға жоламап еді. Бүгін өз қолымен ас пісіріп, күйеуін қуантпақ. Тамақ дайындап жүріп, шаң басқан жиһаздардың бетін сүртті, гүлдерді суғарды. Әдемі әуен қосып, өзі де ыңылдап, әндетіп жүр. Бірақ көңілі әлденеге алаңдаулы. Қайта-қайта терезе алдына барып, жаңа көршілердің ауласына еріксіз көз тастап қоя береді. Сол арада күйеуі Қамбарда келді. Ас үйде әндеткен күйі тамақ пісіріп жүрген келіншегіне қарап таң қалды. О, біздің Толқын ханымның қолынан тамақ жейтін күн бар екен ғой, деп келіншегінің бетінен сүйіп, бірден дастарханға жайғасты. Я, бүгін жұмыстан ерте келіп бір пысықтығым ұстап, иісі тәбетті ашып жіберді. Әкелші тезірек тамағыңды, деген Қамбар көңілдақ. Әп сәтте дастарханға барын қойып, жайнатып тастаған Толқын күйеуінің қарсы алдына отырып, же ғой, іше ғой, деп алдындағы ыдысына оны-мұны салып берді. Үйдің тамағы бәрібір бөлек қой, қандай дәмді, деп ашқарақтана астан алып отырған күйеуіне Толқын қарап қалыпты. Көз алмаған күйі, Қамбар, тағы да әрекет жасап көрейікші. Мүмкін нәтиже болар, деді. Тамағына шашала жаздаған күйеу үнсіз ойланып отырып қалды. Неге үндемей қалдың? Үмітсіз шайтан. Өткенде сөйлесіп едік қой, бұл мәселеге қайта оралмайтын болып келіспеп пе едік? Қамбар, тағы да бір рет әрекет жасап көрейікші. Жоқ, және жоқ. Неге жоқ дейсің? Экомен балалы болып жатқандар көп қой. Оп-оңай үміт үзе саламыз ба? Неге оп-оңай дейсің? Балалы болу үшін еміздеп, бармаған жер, шықпаған тау қалмады. Үміт үзбей, 2 рет әрекет жасадың. 2 ретте баланы сақтай алмадық. Одан кейінгі жағдайыңды ұмыттың ба, Толқын? Маған сен қымбатсың. Сені жоғалтып алғым келмейді. Баланы сақтай алмадым деп шынданып кете жаздағаның, өзіңе қол жұмсағаның ұмыт болды ма? Әрең дегенде өзіңе келдің. Енді тағы да бастап отырсың. Жоқ, керегі жоқ. Тағы сол жағдай қайталанса, мен көтере алмаймын. Баланы сақтай алмаймыз деп отырсың ба сонда? Неге жақсы сөз айтпайсың? Білмеймін, Толқын. Қалай түсінсең де өзің біл. Бірақ мен енді сол ауыр күндерді қайта басымнан өткергім келмейді. Рахмет тамағыңа, деп орнынан тұрып бара жатып, кейінірек балалар үйіне сәби асырап аламыз деп келіспеп пе едік? Сен де қайтпайды екенсің, деді. Күйеу орнынан тұрып кеткен соң Толқын, мен ана боламын. Мені ана болу бақытынан ешкім айыра алмайды,
деп күбірлей берді. Қайда кеттің? Тамағыңды жеп алсай енді. Кім үшін пісірдім мен мыналардың бәрін? Деп күйеуі отырған бөлмеге қарап айқайлап қояды арасында. Жемесең жеме, жейтін адам табылар. Деп бір кезде орнынан жұлқына тұрып, тәтті пирогі мен пеште пісіп тұрған екінші тамақты ыдыстарға сала бастады. Сол жұлқынған бойда тамақ салған ыдыстарын көтеріп, жаңа көршінің үйіне бет алды. Үй сатып алдық десе желпілдеп, буынып түйініп көшіп келе беріппіз. Алдымен үйдің ішін ақтап, краскілеп алмадық па? Түу, мына заттардың бәрін қалай жайғастырамын енді? Деп күйгелектенген Мерей балаларына да ұрсып жүр. Жүгіре бермеңдерші, шаңды көтермей, отырыңдар тыныш, деп үш баласын тәртіпке салып, қатар отырғызып қойыпты. Сәлеметсіз бе? Деп күлімсірей кіріп келген әлгіндегі көрші келіншекті көргенде, Мерей қолындағы затын еденге қоя салып, үсті басын реттей бастады. Келіңіз, келіңіз, біз жайға салмай әбіржіп көрші болдық қой, танысып қоялық. Менің есімім Толқын. Я, көрші боламыз енді, деген Мерей мынадай сұлу келіншектің алдында мысы басылғандай сасқалақтап қалды. Сіздерге тамақ алып келіп едім. Газды қостыңыздар ма айтпақшы? Балалар жесін деп, міне суымай жеп алыңыздар. Көмек керек болса айтыңыз, деген Толқын ыдыстағы тамақты Мерейдің қолына ұстатты. Балаларыңыз ба? Тіпай, қандай сүйкімді өсері. Сендерге тәтті пирог алып келдім, деді келесі бөлмеде қатарынан тізіліп отырған үш балаға басын соса қарап. Бірін-бірі итере жүгіріп келген олар көрші апай әкелген дәмді таласа тармаса жеуге кірісіп кетті. Ой, неге әуре болдыңыз? Ойбуй, ұят болды-ау. Рахмет сізге, деген Мерей ыңғайсызданып барады. Әлі тамақтанбаған едік. Қарындары ашып қалыпты ғой. Қолдарын жусаңдар жей, асықпай жесейші, деп балаларына ұрсып қояды. Қос көршінің таныстығы осылай басталып еді. Жүзінен мейірім төгіліп, балаларға күліп қарап тұрса да, көршісінің бұл көз қарасы Мерейге ұнамады. Оның мынау тұрысын көріп, неге екені белгісіз, жүрегі зырқ ете қалды. Онысын сездірмей, өзіңізде неше бала бар? Деді балаларға сүйсініп қарап тұрған Толқынға. Менде бала жоқ әлі. Алла қаласа болады ғой, деген ол да жан жарасын сездіргісі келмегендей үй ішіне көз жүгіртіп. Ал мен барайын ендеше, жайғаса беріңіздер, көмек керек болса мынау тұр ғой үйім, деп қайтпақ болды. Оның ізінен еденде үйілген ала дорба мен түйіншектерді аттап Мерей де сыртқа шықты. Бұлар сыртқа шыққанда көлігімен Еркеғали да келе қалды үй алдына. Көліктен түскеннен Толқынға екі қолын бере амандасып, бұрыннан таныс жандарша бірінің жағдайын бірі сұрап тұр. Көрші келіншекке елпілдеп, күле сөйлеп тұрған күйеуіне Мерей түсінбей қарап қалыпты. Оның қызғаншақ мінезін білетін Еркеғали да, үйді сатып алар кезде құжаттарын дайындап жүргенде танысып едік. Үйдегі қожайыны нотариус болып жұмыс істейді, деп бұған ақталғандай болды. Солай ма? Бәсе, деп Мерей де күлген болды. Бірақ кетіп бара жатқан Толқынның сыртынан көз алмай қарап қалған күйеуіне, әй не болды? Неге сонша қарап қалдың? Шорти киген әйел көрмегенсің бе? Ол да ұялмайды екен, ақсанын сонша жалтыратып, деп түртіп қалды. Жоға, оған қарап тұрған жоқпын, үйіне қарап тұрмын. Үйді әдемі салып та, деді бөксесі бұлтыңдап кетіп бара жатқан сұлу көршіден көзін тайдырып. Айра-жайра болып жатқан үйдің бір бұрышынан орын дайындап, Толқын әкелген тамақпен кешкі асты ішті олар. Сол бұрышқа қатарынан ауылдан әкелген көрпе төсектерін салып, ұйқыға жатты қараңғы түскен кезде. Ертең жұмыс көп. Алдымен газды қостырып, светті жөндейтін адамды шақыруым керек. Суы тамшылаған құбырды да жөндеу қажет. Әкпен краскыңды әкеліп берсем, өзің шетіне жаймен ақтай бересің ғой. Асығыс жоқ, деген Еркеғали көрпе үстінде әрі-бері шапқылаған балаларына тәйттеп қойып есіне бастады. Я, мен де шаршадым бүгін. Қашан жайғасып,
тап тұйнақтай болып отырады екенбіз, деген Мерейдің де көзі ұйқыға жұмылып барады. Күндер өтіп жатты. Кеше ғана бұл үйдің айналасы шөп пен қоқыстан көрінбейтін еді. Мерейдің пысықтығының арқасында аз күнде үйдің айналасы айнадай жарқырап шыға келді. Көлденең шөп таппайсың маңынан. Үйдің іші сыртын, көшкен жерін қайта сылап, ақтап, әппақ жұмыртқадай етіп қойыпты. Алғашқы кезде бөлек тұрғандағы рахат сезімнен күш алып, қуаныштан тасып жүріпті. Бірақ күндер өте қаладағы қымбатшылық пен бейтаныс орта мұның қуанышын кеміткендей болып жүр. Күйеуінің тапқан табысы жетпейді. Береке ауылда екен. Бітпейтін күйбең тірлігі болмаса, дәл қазіргідей сарайымға салынбайтын. Ата-енесінің зейнетақысы, үйдегі мал, бақшадағы жемістер, Мерейді балаларыма дәмді не пісіріп берсем екен, жылы киім алуым керек, үйге мынадай зат алу қажет деген күнделікті тұрмысқа керек қажеттіліктен сақтап келіпті. Бұл жақта күйеуінің табысына азық-түлік алса, киімге жетпейді. Киім алса, азыққа жетпейді. Өзі де бір тепсініп жұмысқа шығып, ақша тапқысы келеді. Бірақ балалар әлі кішкентай. Қаланың адамдары да бір түрлі суықтау екен. Сәлемін алмайтын, мұрын шүйірген көршілерді де көріп жүр. Ауыл деген рахат қой. Көшенің о басында тұратын ауылдасының үйіне, туысының шаңырағындай емін еркін кіріп шығып жүре береді. Кез келгеннің үйіне бара қалса, дастархан жая бастайды. Ал бұл жақта сырт қоршауын 2 метрден асыра үйінің айналасын қоршап алған. Өзінен басқа жан баласы аяқ баспайды қоршаудың маңына. Көрші демекші, тек толқыннан басқасы бәрі бір робот адамдар сияқты. Жүздерінде жылу жоқ. Үнемі асығыс бір жаққа кетіп жатады, келіп жатады. Не әлемі, не сәлемі жоқ. Толқын ғана жақсы ой. Бірақ оның көңіліне қарап, қанша бұл іш тартайын десе де болатын емес. Тартынып тұрады бұл келіншектен. Неге? Толқын демекші, өзі сұлу, өзі бай, қандай бақытты жан еді. Күйеу екеуі өздері үшін ғана өмір сүреді. Қаласа демалады, қаласа жұмыс істейді, қаласа шетелге барып қайтады. Мен сияқты бала шағамен миы ашып, олардың қарындарын тойдыра алмай жүрген жоқ. Жаны тыныш. Анау баламның қысық етігі жоқ, мынау баламның памперсі жоқ. Анау қызымды садикке орналастыруым керек. Үйде шекер таусылды, сұйық май қымбаттапты деген уайымнан алыс. Толқын сияқты сұлу болсам ғой, тірліктің көзін тауып, ақшалы болсам, мынадай үлкен үйіміз болса, Толқын сияқты қыздай құлпырып, көлік мініп жүрсем, күйеуі де қандай жайлы, Толқын ханым, біздің ханым деп шапқылап жүргені. Не то что менің күйеуім Еркеғали, онымен аптасына бір көрісіп, сыйлы болып жүр екенмін. Осы уақытқа дейін жөнді танымаппын күйеуімді. Ауылға аптасына бір барып, мені өтірік мақтап, көңілімді көтеріп кетеді екен. Қазір оның жылы сөзі де жоқ, жұмыстан шаршап келгені міндет. Әбіржімей, өзіне күтім жасап жүрсейші, дейтінін қайтерсің. Мен бір ерігіп жүргендей. Әдем болып жүргенді мен де қалаймын. Мені осы қаланың қатындарымен салыстырады ғой демек. Толқын сияқты жартылай жалаңаш жүргенім ұнайтын шығар бәлкім. Жыныма жақпай жүр соңғы кезде, деп ойымен ойды, қырды шарлап шыққан Мерейде әлі ұйқы жоқ. Түн ортасы ауып барады. Еркеғали бастығының тапсырмасымен жүр. Бүгін келе алмайды. Онысын ескертіп айтқан. 3 баласын ұйықтатып қойып, оны-мұны ойлап жатқан Мерейдің жаны тыныш емес әйтеуір. Ал бұл кезде Толқында кең төсегінде дөңбекшіп, ұйқысын шақыра алмай, әртүрлі ойларымен арпалысып жатқан. Не үшін? Кім үшін? Кім үшін күнзақ жұмыста шапқылап жүрміз екеуміз? Кім үшін дүние жинап, сабылып жүрміз? Осы дүниенің рахатын көрер перзент болмаса, бәрі бекер емес пе? Әйел адамның басты міндеті өмірге ұрпақ әкелу. Сол басты міндетті орындай алмасам,
Несіне жер басып жүрмін? Неге? Құдайым-ау, неге мен? Неге енді мен? Мынау дүниенің, ақшаның, бизнестің барлығын алшы. Орнына сәби берші, сәби. Құдайым-ау, үйсіз, бір тиынсыз Жапанда жалғыз қалсам да, бауырыма бала берші. Ана болғым келеді. Ана бақытын сезінгім келеді. Шіркін-ай, Мерей қандай бақытты жан. Өмірінің мәні, үйінің сәні, 3 перзенті бар. Мамалап бауырына ұмтылатын сәбиі бар. Мерей менен бай, менен әдемі, менен бақытты жан ғой. Сол бақыттың жұрнағында сезін алмай келемін. Менің өмірім сырт көзге алдамшы. Жылтыраған дүниемен өзімді өзіп алдап жүрген мен бір бағашылмаған бейбақ болдым ғой, деген ой түртпектеп толқынның ұйқысын қашыруда. Күйеуі болса қаннен қаперсіз ұйқыны соғып жатыр. Бұл байғұсқа да оңай емес. Менің көңілім үшін білдірмей жүр. Өзінің бұл өмірден ұрпақсыз өтетін мойындау, қабылдау қандай қиын ер адамға. Тағдырына мойын сынуға әрекет етіп ақ жүр. Бірақ сеземін ғой, әке болу бақытын ол даңсайды деп, күйеуіне жанаши қарап қойды. Кең бөлме болса да, ауа жетпей, өкпесі қысылып, тұншығып бара жатқан сияқты. Орнынан тұрып, терезені ашты. Көршісінің үйіне көз тастады. Ай жарығы көмескіленіп, көршісінің терезесінен бері қарап тұрған сұлбаны байқатты. Бұл Мерей еді. Оның да ұйқысы қашып, толқынның үйіне көз тастап тұрған сәт еді. Екі көрші бір-бірінің бағына қызығып, жаратушыдан бірінің бағын бірі сұрап тұрған еді бұл түні. Дәл сол күннің ертесіне Мерей аулада кір жайып тұрса, күйеуінің көлігі көршінің есігінің алдына тоқтады. Көліктен толқын түсіп, өз үйіне кіріп барады. Бұл кір жаятын жіпке сүлгіні жайған күйі қатып қалды. Екі көзі көлігін бері айдап келе жатқан Еркеғалида. Күлімсіреген ол әлденеге мәз, қиялы басқа жақта. Ауланың қақ ортасында кір жайып тұрған мұны көрмей, сол күлімсіреген күйі үйге кіріп бара жатқан оның мынау түрінен Мерей кәдімгідей шошыды. Не болды? Езуің жиылмай қалыпты ғой, деп шаңқ ете қалды. Еркеғали селк етіп бұл жаққа қарады. Сол-ақ екен, қабағы да түйіле қалды оның. Сені байқамаппын, сонша айқайлағаның не? Деді. Қалай байқамайсың? Тұрмын ғой жардай болып ауланың ортасында, деді Мерей де тістеніп. Шай қойшы, шаршап келдім, деген Еркеғали әйелімен салғыласып тұруға құлық танытпай ішке кіріп кетті. Көлігі жөндеуде жатыр екен. Дүкеннің жанында такси күтіп тұр екен. Жолымыз бір болған соң үйіне дейін ала келдім, деді киімін ауыстырып жатып, ту сыртынан алара қарап тұрған әйеліне. Бірақ осы сәттен бастап Мерейдің санасына күдіктің жұлын құрты кірді. Отбасылық өмірдің өзегі болып табылатын сенімді кеміруге кіріскен сияқты күдіктің бұл жұлын құрты. Күйеуінің әр қадамы мен қимылынан ілік іздейтін ауруға тап болды. Әйелінің дәл осылай ойлауына жол беріп қойған Еркеғалидың өзінде де кінә бар болар. Өзге еркектер сияқты оның көңілі үшін елпілдеп көп еркелете бермейді. Бар болмысы сол болса қайтсын. Көп уақытын жұмысында өткізіп, кейде бастығының шақыртуымен түн ортасында кетіп қалып жүретін отағасының шаршайтындай ақ жағдайы бар. Үйге келе кешкі асын ішіп ұйқыға кетеді. Әйелімен қауқылдасып отыруға, балаларына бір сәт уақыт арнауға мұршасы да жоқ оның. Ал Мерей, толқынды көрсең, көзің жанып, жаның қалмай жалпылдап кетесің ғой. Неге маған олай жалпылдамайсың? Менің алдымда өзіңше бір кеудеңді керген кісісің, деген сөздерді айтатын болды кейін кезде. Үйге демалуға келген кезде тыныштық берші маған. Тырнақ астынан кір іздемеші. Саған күлімсіреп қараған адамға қалай жылы қабақ танытпайсың, деп Еркеғали да күйіп піседі. Күлмек түгілі, сен үшін өлуге дайынбыз ғой осы. Мен де жүрейін онда біреудің байына күліп. Қайдағы жоқты айтасың сенде, деген қайшылық көзқарастар бұл отбасын салқын желіне
орай бастады. Қазір де міне түн ортасында бұл отбасында әйелі мен күйеуінің айқайласқан дауыстары естілуде. Себеп Толқынның әкелген тамағы. Кешке қарай Толқын: бүгін тамақ пісіріп едім. Өзім ойлап тапқан рецепт бойынша маринадтадым. Дәмі керемет болыпты. Өзіме ұнады. Бірақ күйеуім екеумізді аяқ астынан қонаққа шақырып қалды. Біз бүгін үйде болмаймыз. Ертеңге дейін маңызы кетіп қалар. Балалар жесінші, деп көкөніспен көмкерілген пешке піскен етті әкеліп тұр. Мерей ұнатпады Толқынның тағы да тамақ көтеріп келіп тұрғанын. Бірақ асты қайтара алмады. Ал жұмыстан келген Еркеғали мұның пісірген кеспесін емес, Толқынның әкелген тамағын ашқарақтана жеп алды. Мақтап қойды. Басын шайқап, тамсанып қояды. Сенде тоңазытқыш әперіп, ішін етке толтырып, үйімнің бар жағдайын жасап қойсаң, мен де Толқын сияқты керемет бола аламын. Менің де тоңазытқышым толып тұрса, ол сияқты дәмді тамақтар жасай алатын едім. Берген ақшаң мынау айдың соңына дейін жеткіз деп. Қайсысына жеткіземін мен? Еш маған міндет қыласың ғой соны, деген Мерей шай құйған кесені күйеуінің алдына тарс еткізіп қойды. Сенің Толқыннан басқа айтатын әңгімең бар ма өзі? Неге оған жабысып қалдың? Адамның ойына кіріп шықпайтын ертегілерді қайдан құрастырып аласың сен өзі? Деген Еркеғалидың бірден тәбеті буылып, дастархан басынан тұрып кетпек болды. Білмейді дейсің бе? Сол қатынға сілекейінің шұбырып жүргенін сеземін ғой. Басқан алдасаң да мен алдай алмайсың, деген Мерей көз жасына ерік берді. Жұмыста бастық, үйде сен шаршаттыңдар мені. Қайда безіп кетсем екен? Бір сәт тыныштық бермейтін болдың ғой маған. Төсегімді даладағы керуетке сал. Үйдің суығынан дала жылы болып тұр. Тоңсам далада тоңайын, деді бір кезде сырттан айқайлаған Еркеғали. Мерей үйден атып шықты да, Толқыныңның терезесіне телміріп ұйықтағың келеді ғой, ә? Өз қатының қойнынан қашып, бөтеннің әйеліне көз сүзуге Құдайдан қорықсайшы, надан, деп айқайлады қараңғы түннің жаңғырығынан қаймықпай. Қап, мына қатындай, үніңді өшіресің ба, өшірмейсің ба? Деген Еркеғали да шыдамы таусылған сияқты. Қолына түскен баласының ойыншығын әйеліне қарай лақтырып қалды. Деп бар даусымен шыңғырған Мерей: көмектесіңдер, кім бар? Мені ұрып жатыр, көмектесіңдер, деп бақыра берді. Әйелінің мұндай тентек мінезі барын Еркеғали бұрында байқамапты. Бөлек тұрып, көп нәрсеге көңіл аудармапты. Әйел ауылда әке-шешесінің жағдайын жасап, баласын туып, малын жайлап жүргенге бұл да еш нәрсеге алаңдамай жүре беріпті. Қаладан үй сатып алу үшін сабылып, күннен күнге мінез не болып барады өзі? Ішінде ине айналмайтын осыншалықты қызғаншақ болар ма? Ауылда тып-тыныш жүрген еді ғой. Өз үйімнен өзімді бездіріп жібермесе жарарды, деген ойлар да Еркеғалиды мазалауда. Рас, Мерей қаншалықты ұстамды болайын десе де, қызғаныш сезімі өзіне бағынатын емес. Өзін қор сезініп жүр бұл жаққа келіп. Өзі Толқын сияқты сұлу емес екенін біледі. Тапал бойлы, аяғы талтақ, босанған соң қатты толып кеткені тағы бар. Қара торыдан келген, көзі сықсый, мұрны жалпақ. Өзінің бойында кемшіліктерін өзі тізе берсе тіптен көп. Ал Толқын ұзын бойлы, аяқтары оқтаудай түп түзу, сонысын мақтаныш көріп, үнемі санын жалтыратып келте киетін сияқты. Баданадай мөп-мөлдір көздеріне қайқиған кірпікті қолмен жапсырып қойғандай. Әппақ жүзіне қарап күн көрмеген ау дерсің. Беліне түскен ұзын қара шашын да үнемі жайып жүреді. Еркек түгілі әйелдің өзі бұрылып қарайтындай-ақ сұлулыққа ие бұл Толқын. Көз алдында көлбеңдеп ары-бері өтетін сұлуға тамсанып қарап қалатын күйеуін қалай қызғанбасын? Қызғануға жол беріп жатқан да Ерғалидың өзі. Ең болмағанда жылы сөзін айтып, құшағын қыздырып тұрса да, мұншалықты күйгелектенбейтін еді бұл Мерей. Жұмыстан шаршап келгенін шелеу етіп, теріс қарап, қор ете қалады күнде. Түнгі махаббатты да өзі сұрап алып жүр ғой соңғы кезде. Қалай күдіктенбейді осыдан кейін? Ал енді
Кезекті мынау бір жағдай екі отбасының да қазанын тіптен төңкеріп тастады. Аулаға қайта шығып, күйеуін күткен Мерей оның көлігі келе жатқанын көрді. Бүгін ол Еркеғалиді ерекше күтіп алмақ болып, әбден дайындалып еді. Қашанғы ырың-жырыңмен өмір сүрсін. Ана бір Инстаграмдағы психологтың айтқан ақылы бойынша өзі өзгермек болып бел буған еді. Бүгін боянып, әдемі көйлегін киіп, күйеуі жақсы көретін ет тамақты дайындап, алдынан сызылып шықпақшы еді. Бірақ Еркеғалидың көлігі көршінің үйінің алдына тоқтады. Күйеуі көліктен атып шығып, Толқынның үйіне жүгіріп кіріп кетті. Оның артынан оқтай атылып, бұл да барғысы келді. Бірақ өзгеремін, бұдан кейін Толқын жайлы бір ауыз сөз айтпаймын деп өзіне сөз беріп қойған. Барынша сабыр сақтауға тырысып тұр. Сонда да екі көзі көршінің үйінде қаққан қазықтай қадалып, күйеуі кіріп кеткеннен секунд санап тұрды. Уақыт тоқтап қалғандай, жүрегі тарс-тұрс. Шыдауға тырысты. Барынша тырысып бақты ғой, бірақ болмады. Екі аяғы өзіне бағынбай, еріксіз көршінің үйіне алып келді Мерейді. Есігі ашық үйге кіріп келгенде, шомылғаннан кейінгі кетін халатын киіп, су болған шашын сүлгіге сүртіп, Толқын шықты алдынан. Ал оның ар жағында жейдесін шешкен күйде, екі көзі бақырайып, Еркеғали тұрды. Тапа-тал түсте көзімді бақырайтып қойып, бұл не істегендерің? Білген едім, сезген едім, деген Мерей күйеуінің алдына жетіп барып, оны қос қолымен кеудесін ұра берді. Сен ойлағандай емес, есіңді жи, ақымақ болма, деген күйеуі оны сабасына түсіру үшін жұлқып диванға отырғызып қойды. Күйеуіне әлі жетпесін білген Мерей орнынан тұрып, Толқынның шашына шап беріп жармасты. Салдақы, біреудің байына көз сүзгенді көрсетейін саған, қышуы қанбаған бәле. Бір байың азық етіп жатыр ма? Көзіңді мөлейтіп алып, көксегенің осы екен ғой, деп оны шашынан жұла бастады. Нәп-нәзік Толқын қарсыласуға шамасы келмей, шыңғырған күйі Мерейдің илеуіне иленіп жатты. Еркеғали әйелін әрең ажыратып алды. Сонда да езуі көпіріп, көзі ақшиып, ашузасы қайтпаған ол, қол созым жердегі гүл салынған вазын алып, Толқынның басынан беріп кеп жіберді. Мерейдің жүрегіндегі қайнаған қызғанышының, өзін қор сезінген әйелдік намысының тығыны атылып, буырқанған көбігі бұрқ-сарқ етіп, айналасын да күйдіріп жатты. Басынған көрсетейін сендерге, деп күйеуін де ұрмақшы болып, қолын түбектегі гүлге соза бергенде, желкесіне тиген соққыдан еденге шалпасынан түсті. Басынан қан сауғалап, ыңырсып жатқан Толқынға бір ұрғаннан ақ талып түскен әйеліне қарап, екі ортада Еркеғали ары-бері жүгіріп, әбден састы. Алдымен басы қанға боялып, еденде сұлап жатқан Толқынды көтеріп, диванға жатқызып, жедел жәрдем шақырды. Әйелінің бетіне су шашып, есін жиғызып алды. Сосын ғана Толқынның басы жарылыпты. Басын тіктіруге емханаға алып кетті оны. Ал кетіп бара жатқан жедел жәрдемнің соңынан мелшиіп қарап қалған Мерей бір кезде: «Мен сенімен ажырасамын», деді. Ажырасамыз, мен де шаршадым сенің мынау мінезіңнен», деді Еркеғали қалшылдап. «Ойбай, олар ажыраспақшы екен, ойнастық жасап жатқан жерінде үстінен түсіпті ғой», деген қауесет желден бұрын жетіп, екі әулеттің де ет жақын туыстарын жинады екіге. «Жап-жақсы әйелің бар бола тұра, бұл түрлігің не болды балам-ау?» деп кемсеңдеген шешесіне: «Менің қызымды қорладың, не жамандық көрдің қызымнан? Ұлыңды да, қызыңды да туып беріп, үйіңді үй қылып отырған қызымды неге басынасың?» деп бақырған енесіне: «Жүретін болсаң, басқа жақтан таппайсың ба? Отбасыңа кесіріңді тигізбей», деп сөккен ағаларына Еркеғали қайта ақталуды жөн көрмеді. Айтқан уәжіне ешкім сенбеді ғой. Бас салып, ортаға алып, данышпан сөздермен төбелеуде бәрі. Ал Мерей безірейіп: «Еркеғали кешірім сұрасы менен, оған қояр талаптарым бар», деп міз бақпай отыр туыстардың ортасында. Мерейден не үшін, не деп кешірім сұрайды? «Қызым-ау, бізді жерге қараттың ғой, не істейміз енді? Сол тірлігіңді алдымен ажырасып алып жасай бермедің бе?
Қайтем енді, іштен шыққан шұбар жылаңың болдың ғой, деп жүрегі қарс айырылған анасына сөйтетіңді біліп Құдай саған бала бермеген. Бала таппасаң да байғұс балам сені алақаныңды аялап еді. Қайтеміз енді, көретіндерің бар екен, деген енесінің наласына толқын шыбын жаны шырылдап ақталып жылай берді. Не жетпеді саған? Мастанғаның ба бұл? Масқара қылдың ғой бәрімізді, деген бауырларын да сөзіне сендіре алмаған ол көз жасын көлдетіп бұрышта бүрісіп отырды. Ал сол күні күйеуі Қамбар намысын өртеген отты басу үшін удай мас болғанша әбден ішті. Үйдегілер ажыратып қалмағанда толқынды ұрып өлтіріп қоя жаздады. Ертеңіне есін жиғанда өлімнен намыс күшті. Еркек үшін қойныңдағы әйелі бөтенмен ойнасық жасаудан артық қорлық жоқ. Жұрттың бәрі маған жанашый, мүсіркей, қойныңдағы қатыныңа ие бола алмаған сүмелек дейтін болды. Балалы бола алмағанымыз бар оның үстіне. Сол ғой енді. Әйелін төсекте қандыра алмаған бір сүмелек әтек дейтін болды мені. Жазығым не еді, айтшы, не жамандық көрдің менен? Төсекке тоймай жүрмедің? Ол жағынан ешқандай кемшілік жоқ сияқты еді ғой. Неге маған ту сыртымнан пышақ шығасың, а? Бетіме келіп айтпадың ба одан да? Кетемін десең, ұстамайтын едім. Жүрегім жыласа да, бақытыңды тілеп қала беретін едім. Есеп қойдың толқын. Ақталма, өтірігіңді соқпа, сенбеймін, деді көздері қанталаған Қамбар. Сәл өтірікті құрастыруды да білсейші. Құбырдан су атқылап кеткен соң, терезеден Еркеғалиді көріп шақыра салып едім. Құбырдың тетігін бұраймын дегенше, оның да үсті су болды дейсің бе? Кейін киімдерін ауыстырып жатқанда мерей келіп қалды ғой, а? Не деген фантастикалық кино десейші. Ақылға сиятын өтірікті айтсайшы ең болмағанда. Сенер ме едім? Ол құбырды жақында ғана сантехник шақыртып, ауыстырып өзім жөндетіп едім ғой. Мейлі, сені бөтеннің құшағында ойнатып қойған менде де кінә бар шығар. Саған имандай сеніп, еркіндік бердім, еркелеттім, өмірімнің толқыны деп көңіліңе қарадым. Қуыршақтай болып жүргеніңе көзім қуан. Ал сен, біздің жолымыз екі бөлек екен. Балалы бола алмай жүргенімізде жолымыздың бөлектігін ескерткені шығар. Ажырасамыз. Мен келгенше үйді босатып қой. Қайда барсаң онда бар. Ісім жоқ. Мені тіреулікке айналдырған аяр әйелге дүниемді бөліп бере алмаймын, деген Қамбар әйелін үйден қуды. Бұл үйге толқынның да еңбегі сіңген, заң жүзінде үлесі бар. Сауда орталығында косметикалық бұйымдар сататын нүктесі осы үйдің бір қабырғасын қалаған. Бірақ дәл қазір оның үйге таласып, кетсең сен кет деп бет жыртысатын халі жоқ. Жан-жақтан талап жатқан мына ортадан жанын аман алып қалу үшін алыстамақ болып жаймен жылжи берді. Қайда кетіп бара жатқанын ешкім де сұрамады. Әне, Еркеғалида бір сөмке киімдерін арқалап өз үйінен шықты. Ал Мерей күтіп еді. Еркеғали аяғыма жығылып, кешірім сұрайды, жалынады деп. Ал ол кешірім сұрамақ былай тұрсын, жала жаптың деп, мұның өзін кінәлап, жазықты етіп кетіп барады. Сенде есерсоқ әйелмен өмір сүргенше жалғыз өткенім артық, шаршаттың мені деп соңғы сөзін айтты. Балаға шағаңды тастап қайда барасың енді? Сол салдақының соңынан кеттің бе? Қайтартыңа, деп шулаған туыстары да қайтара алмады Еркеғалиді. Мені 3 баламен тастап кетті деп, күйеуіне барынша қара күйе жағып, сүттен ақ, содан таза болып жүрген Мерейге бәрі аяушылықпен қарауда. 3 бала тұрғанда алысқа бармайды. Желөкпенмен қызығы басылған соң қайта келеді. Сабыр сақта, ат айналып қазығын табады деп өзгелер оны жұбатқан. 3 бала тұрғанда Еркеғали алысқа кете алмайтыны белгілі. Әйелі үшін болмаса да, әкелік жауапкершілігінен асып кете алмай, арадан біраз уақыт өткенде қайтып келді. Бірақ сізбен біз күтпеген жағдайды көріп, өз көзіне өзі сенбеді. Өз үйінің есігі өзіне мәңгілікке жабылыпты. Еркеғали бұл жағдайға кімді кінәләрін білмей, басы салбырап, кері қайтты. Ол жоқта не болды дейсіз бе? Мерей, Еркеғалимен өмір сүргенде мерейі төмен болған Мерей, аз күннің ішінде-ақ күйеуінің орнын басар адам тауып алыпты. Күйеуін ұмыттырып, мерейін биіктеткен еркек кім болды екен? Қамбар ғой, әрине Қамбар. Толқынның күйеуі Қамбар.
Толқынның өміріне қатты қызығып, жаратушыдан сондай өмірдің жұрнағын сұрап еді талай түндерде. Десе де, дәл осы жолмен арманы орындалатынын ол білмепті. Тек Толқынның үйі сияқты үлкен үйім болса, мені де Еркеғали Толқынның күйеуі сияқты еркелетсе екен, баршылықта, тоқшылықта әдемі өмір сүрсем ғой, деп талай қиялға беріліп еді. Дәл осы жолмен жетіп, Толқынның орнын басамын деп, ол үш ұйықтаса да түсіне көрмеген. Жүрек түкпіріне тығылған арманы мұны ең қиын жолдармен жеткізетінін білмепті. Дегенмен, ол жағын ойлап жатуға Мерейде мұрша жоқ қазір. Осы жасқа келіп, махаббат не екенін білмепті. Махаббатты сезінгендегі бақыт Мерейді өмірге қайта келгендей айтып жеткізе алмайтын керемет сезімге бөледі. Осы күнге дейін тек әйелдік міндетін ғана атқарып, бала шағаның қамы, үй шорасынан ары ештеңе ойлана алмапты. Одан қалса, Еркеғалидың көзіне телміріп, бір ауыз жылы сөз айтса, мәз болып жүре беріпті. Ал Қамбар бұған нәзік гүл екенін сезіндірді. Әдемі, керемет әйел екенін Қамбардан ескенде бұл дүниені ұмытып кетті. Еркеғали о баста таныстарының таныстыру арқылы үйленіп еді. Тірлікке пысық, тақылдап қалған қара домалақ қыз оның көңіліне кетәрі болмаған. Мерейде жасы өтіп бара жатқан соң сөзі түзу жігіт деп Еркеғалидың етегінен ұстаған. Бір-бірін ұнатты, шаңырақ көтерді. Ара қарай тұрмыс арбасын ғана сүйреп жүрген еді екеуі. Кім ойлаған, кім ойлапты осылай боларын? Қамбар мен Мерей қалай табысты дейсіз бе? Сол күнгі айқай-шудан кейін Еркеғали сөмкесін арқалап кетті. Ешкім жолынан тайдыра алмады. Ол кеткен соң Мерейге оңай болған жоқ. Шиеттей 3 баламен қалай өмір сүремін енді деп, ақыр заман орнағандай күйзелген. Анасы мен бауырлары кезектесіп қасында жүрді біраз уақыт. Алайда олардың да өз тіршіліктері бар емес пе? Қашанғы Мерейдің көз жасын сүртіп отырсын. 3 баламен жалғыз қалғанда көзі жастан құрғамады Мерейдің. Ақылеп-оқылеп, өз үйіне өзі сыймай, жынды көбелекше үй ішінде құр сенделіп, жарғақ басы жастыққа тимейтін болды. Түн ұйқысын көрмеді, ұйқысы қашты. Жастығына басын қойса, су түбіне шөгіп бара жатқандай орнынан атып тұратын. Шиеттей 3 баланың тағдыры өзінің ғана қолына қарап қалды емес пе? Қалай қамсыз ұйықтайды, қалай кірпік айқассын. Тұрмыстың қажеттілігі тірідей жұтып жүрмей тұрғанда бұл босаңсымау керек. Үнемдеп жұмсауды үйренсейші деп қабағы кіржейсе де, алақанына ақша салып қоятын енді күйеуі жоқ. Мерей жұмыс іздеуге кірісті. 2-3 сағат еден жуып келсе де, балаларын көштен қалдырмауға білегін сыбанды. Бірақ бәрі бұл ойлағандай емес екен бұл қалада. 2-3 сағаттық жұмыс табылды. Қаланың обасында екен. Автобуспен селкілдеп барып келгенше балаларын ойлап дегбірі қашады. Бұлай болмас. Сол бір түні ол түнде ұйықтай алмай аулаға шықты. Жағдайын ойлап егіліп жылады. Тығырыққа тірелген мүшкіл халінен жол іздеп еңіреп жылады. Бұл кезде Толқынның иттігін әлі де ұмыта алмай, өз күйігіне өртеніп жатқан Қамбар да ояу еді. Терезеден сыңсып жылаған дауысты естіп, тыныш жата алмады. Көршінің үйіне жол алды. Тағдырынан таяқ жеген әйелді жұбату үшін. Көз жасыңа тұрмайтын иттер үшін жылаудың қажеті не? Деді Мерейдің жанынан орын алған Қамбар. Темекісін тұтатып, балаларың үшін мықты болшы, деді сәл үнсіздіктен кейін. Қамбар келеді деп ойламаса керек. Мерейдің көңілі одан сайын босады. Жылауын үдетіп, балалар үшін өмір сүремін ғой енді. Бірақ мен оларға не бере аламын? Мейірімнен басқа ештеңе бере алмайтын сияқтымын. Қиналып кеттім. Үшеуін асырау маған оңай тимеуде. Оңтайлы жұмыста табылатын емес. Балабақшаға да орналастыра алмаймын. Басым қатып кетті. Не істеймін? Деп мұңын шағуға кірісті. Уайымдама, балаларың бар. Сен бақыттысың. Таусыла берме. Әлі-ақ олар өсіп кетеді. Рахатын көресің. Балабақша дейсің бе? Ол жағын мен қарастырып көрейін, деді Қамбар шын жаны ашып. Бір жұмысқа ілініп алсам, ары қарай көшке ілесіп кететін едік. Қандай жұмыс болса да бас тартпайтын едім. Әжетхана жусам да, балаларым үшін нан тауып беріп отырсам болды.
арланбаймын. Еркеғалиға қайта звондап ақша сал деп бейшара болғанша өзім жұмыс істеп, өзім ақша тапсам ғой. Жұмыс дейсің бе? Бұл жағын ойланып көрейін, бір жолын қарастырамыз, деген Қамбар 2-3 күннен соң оған жұмыс тауып берді. Мерей Қамбардың үйін тазалап, кірін жуып, тамағын пісіріп беретін болды. Сол үшін айлық алып отырады енді. Қамбар ертеден кешке дейін жұмысында, үйге тек қонуға ғана келеді. Ал қалған кезде бұл үй Мерейдің иелігінде, балалары қасында. Басқа не керек? Қуана-қуана тірлігін жасайтын болды ол. Үлкен үйді қайта жуып шаюдан шаршамады. Ал бұл пісірген тамақты Қамбар мақтағанда көзіне жас алып еді. Еркеғали ешқашан бұл пісірген тамақты асыра мақтамаған. Ал Қамбар мұның пісірген жай ғана кеспесін, 2 кесесін сіміріп алып, осы тамақты сағынып едім. Қолдан жасалған құйрық майға піскен кеспе. Ауылда әжем жасайтын, әжемен кейін ешкім дәл осылай дәмдетіп кеспе көже пісіре алмады ғой. Шелпекті айтсайшы, мұны ұмытқалы қай заман? Балалығыма барып қайтқандай болдым. Рахмет саған, деп маңдай теріп бұрқ етіп еді. 2 кесе кеспеден кейін. Дұрыс тамақтануымыз керек деп, анда-санда ғана пісірген тамақтың өзін шөп шаламен дайындайтын еді Толқын. Іштей салыстырып үлгерді ғой. Үйін таптаза етіп жинап, ауланы да гүлге көмкеріп, шеттегі сарайдың ішінде үйілген заттарға дейін реттеп, тыным таппайтын Мерейге Қамбар шын көңілден риза. Алғашқы айлығын алған кездегі оның қуанғанын айтсайшы, балаша секіріп еді. Осындай керемет әйелдің қадірін білмеген қандай еркек десеңші деп, сыртынан Еркеғалиды да іштей сөгіп алған. Қамбарға Мерейдің ойындағысын бүкпесіз айтатын, арсын-гүрсін мінезі де ұнады. Үйде отырса да, әйтеуір айтар әңгіме тауып алады. Оны мұны айтып, езуін жиғызбайды. Қандай қылықты еді өзі. Ол келгелі үйі де жанданып қалды. Балаларды айтсайшы, мұны көрсе алдынан жүгіріп шығып, аяғына оралады. Көзіне жас айналады еріксіз. Күнде үйге қайтар кезде балалар жесін деп тәтті көтеріп келетінде болды. Балалар дүкеніне кіріп, ойыншық іздейтін болды, еріктен тыс. Жұмыстан үйіне қайтқанша асығатын жағдайға жетіпті Қамбар. Бірде Мерей шатырдан жаңбыр суы тамат, жөндетуім керек деп еді бұл. Үйде бос бөлмелер көп қой, балалармен осы жақта тұра бер, мен онсыз да кешке дейін үйде болмаймын деген. Бір шаңырақ астында тұрып жатқан Қамбар мен Мерей күндер өте өздерінің 2 жарты бір бүтін болдық деп күлетін болды жағдайларына. Алғашқыда күлетін, бірақ уақыт ағымы қос мұңлықтың өмір жолдарын біріктірді. Байғұс тастандылар табысыпты деп күлетін болды ғой жұрт. Деген Мерейге Қамбар, біздің де бақытты болуға құқымыз бар, осылай болғаны да дұрыс болды деген, оны құшағынан босатпай. Ал Мерей балаларына қамқорлық танытып, өзін әдемі гүлге теңеген еркекке ессіз ғашық болып қалды. Еркекті одан сайын ынтықтыра түсу үшін өзіне күтім жасауды да үйреніп алған. Қамбар үйленейік дегенде бақыттан бас айналды Мерейдің. Толқын мен Еркеғалиды да өмір толқыны тоғыстырады деп кім ойлапты? Сол күні жазықсыз екеніне, көзсіз қызғаныштың құрбаны болғанына ешкімді сендіре алмаған Толқынның көз жасы шелектеп төгілді. Ол сол күні-ақ шырылдап шындықты айтып, жанын салып, ақталып еді. Ешкім сенбеді. Сенбеді ғой, ешкім сенбеді. Ал Қамбар ше? Көңіл бір атым Насыбайдан қалады демекші, оның айтқан сөздері. Есіне алса, 2 құлағын тас бекітіп, мынау дүниеден безіп кеткісі келеді. 1000 күнде сынбаған көзені Қамбардың өзі тас талқанын шығарды емес пе? Толқын дәлелдер келтіріп, көзіне шұқып көрсетіп, тіпті от болса от, сот болса сотқа жүгініп, өзін ақтап алуына да болатын еді. Бірақ ендігісі қажеті не? Сені бағалайтын, сені керек ететін, сені шын жақсы көретін адам өзгенің емес. Сенің сөзіңе сенеді алдымен. Сенің ақ жаныңды жүрегімен сезініп, қаралағандарға қарсы шықпаушы ма еді? Талап таптап жатқандардан арашалап, қорған болмаушы ма еді? Ал ол не істеді? Қашайын деген кейік еді, артына таяқ тиіп еді дегендей болды. Өзіне де осы жағдай
оңтайлы болғаны да. Я, білемін ғой, сеземін. Тумайтын әйелден осылай құтылайын, сәті келіп тұр деп ойлаған болар. Сол үшін де жағдайдың мән жайын толық анықтамай, оп-оңай нанымсыз жалаға сене салған болды. Өзіне де керегі осы болғанда, ақталмаймын оның алдында, қаралай берсін мені. Алланың алдында, өзімнің алдымда арым таза ең бастысы. Ақталып, жағдайды түсіндіріп, жалынуға ол лайықты жан емес. Осы бір тірлігімен өзінің кім екенін танытты, бет-пердесін шешті. Ал өз жақындарым ше? Мен қандай жан болсам да, бір қарнынан шыққан бауырларым еді ғой. Кім болсам да, маған қолдауға көрсетуге жарамады. Сенбеді. Анам байғұстың жылағаннан басқа қолымнан түк келмеді. Басқаларға басу айтып, мені ақтап ала алмады анашым. Көңілім қалды. Бәрінен көңілім қалды. Менің ешкімім жоқ. Мен жалғызбын. Балам жоқ. Жалғызбын деп жылай беруші едім. Міне саған жалғыздықтың қандай болатынын көрсетейін деді ме деймін бұл жаратқан. Шын мәнінде мен енді жалғызбын. Ешкімім жоқ екен деген толқын Түркияда тұратын құрбысына бар мұңын шаққан. Бәрін таста да осы жаққа келші. Біраз уақыт демалып, еш жинап алған соң қайтасың, деп еді жандосы. Сол күні-ақ ол құрбысының үйіне жол алған. Кетер кезде тек анасына ғана ескерткен. Мені өліп қалды деп моргтан іздеп жүрмеңдер. Түркияға кетіп бара жатырмын. Ажырасу мен дүние бөлісу процесіне келген соң кірісемін, деп еді. Жылап сықтаған анасы, қызым-ау, мен саған сенемін. Бірақ мыналар, өзіңді ақтап алшы қызым, неге қашып барасың, деп еді. Кім үшін? Не үшін? Неге, неден ақталуым керек мен? Сенбегендер сенбей-ақ қойсын. Алланың алдында, арымның алдында ақпын. Кімнің кім екенін біліп алдым. Жақсы болды қайта. Мен сүрінбей-ақ жүр екенмін. Сүрінсем қол ұшын созып, тұрғызудың орнына жабыла тепкілейді екен бәрі, деп еді анасына телефон арқылы. Құрбысының көңілді ортасы толқының қайғысын сейілткені рас. Мүмкін басқа байға тиіп, балалы болатын шығарсың. Әрине, жала жапқан дұрыс болмады. Бірақ ажырасқандарың дұрыс деген құрбының сөзі көңіліне қонды. Әсіресе басқаға күйеуге тиіп, балалы болатын шығарсың деген сөзі болашағына деген сенімін жарқ етіп жаққандай болды. Қамбар сүттен ақ, судан таза болып отыр. Бірақ менде оны енді талтаңдатып қоймаймын. Соттасып, үй-мүліктің өзіме тиесілі бөлігін аламын. Жөнсіз қаралаған үшін соңына дейін барамын деп бел шеше кіріспекші еді, елге қайтуына аз күндер қалғанда. Ал екі ары тұратын көрші келіншектен мынау хабарды есітіп, толқының төбесін найзағай тескендей болды. Өз құлағына өзі сенбей, біраз үнсіз тұрып қалды да, мүмкін емес, сен ойнап айтып тұрған шығарсың. Қалай сонда? Мені Еркеғалиға теңеп, Қамбар мен Мерейді қосып, өтір қой. Жай әшейін бірге сөйлесіп тұрған шығар. Ортада қора жоқ. Үй тиіп тұрған соң жиі көрсет. Жағдай сұрасып сөйлесіп тұрған болар. Мүмкін емес. Қамбардың үйіне бала шағасымен кіріп алған. Екеуінің құшақтасып тұрғанын көрдім дейсің бе? Қалай? Қамбар мен Мерей құшақтасып, самауырынан су ақса, Самарқанды су алады деуші ме еді? Мен де сондай жалған жаланың құрбаны болдым ғой, деген толқын не күлерін, не жыларын білмей сенбеп еді. Елге келді. Алдымен үйіне емес, Қамбардың жұмысына барды. Офисінде отыр екен. Ажырасу процесін ұзаққа созбай, екі жақты қол қойып тездетейік, деп сұп-сұр болып отырған Қамбарға бұл да безірейіп. Үйде менің де үлесім бар. Бөске түсетінін сен менен жақсы білесің, деді бірден. Бір бозарып, бір қызарып, үнсіз отырған Қамбар бір кезде үстелді жұдырығымен қойып қалып, бәрін бастаған сенсің. Опасыздық, сатқындық жасап алып, қай бетіңмен келіп тұрсың? Мен сені осы уақытқа дейін танымай келіппін. Құшағыма жылан құшыппын ғой, дей беріп еді, толқында орнынан атып тұрып. Менен құтылғың келсе, күйеңді жақпай, кет десең кететін едім. Бірақ маған бәрібір енді. Мен сенің алдыңда ақталмаймын. Ақталуға лайықты емессің сен. Сенен кеткеніме қуанамын мен деп айқайлады. Жоғал, көрінбе көзіме. Сені де көргім келіп тұрған жоқ. Кетемін, бірақ өзіме тиесілі дүниені алып кетемін. Дайын бол, деп есіктен шығып бара жатып, айтпақшы, жұрттың айтып жүрген рас па? Мерейді үйге кіргізіп алдың ба? Неге? Деді қуақылана күліп. Қамбар үнсіз отырып қалды.
Оның көзі жыпылықтай қалғанынан сыр барын ұқты. Есікті қайта жауып келіп орнына отырды. Рас па? Сен Мерей екеуің? Сенімен ажырассам Мерейге үйленемін. Ал не дейсің, деді. Қамбар жақын келіп мұның көзіне тік қарап. Толқын үшін дүние айналып түскендей болды. Оның мынау көздерінен, сөздерінен буын-буыны босап, есінен адаса жасап, әрең өзіне келді. Немене? Мәссаған, мәселе қайда жатыр десейші. Енді түсінікті болды ғой. Демек Мерей екеуің әдейі ұйымдастырған шығарсыңдар бұл спектакльді. Оңбағандар, апама жездем сай болыпсыңдар. Құттықтаймын. Екеуің де күшті ойнап шықтыңдар. Молодец. Ал мен байғұс, деген Толқын заралас айқайлап күліп алды да, үстелінде қағаз бен папкаларды олай да былай лақтыра бастады. Кет десең кететін едім ғой. Неге арма күйе жағасыңдар? Неге? Жазығым не еді? Мерей сияқты бала таппағаным үшін осылай жала жауып құтылғың келді ме? Деген ол офисті төңкеріп жібере жаздады. Жаман екен, қызғаныш, сатқындық деген жаман. Сезіндің бе? Қалай болар екен? Деген Қамбар әйелінен кегі қайтқандай орнында тапжылмай масаттанып отырды. Мақұлықсың ғой сен, Қамбар. Жазықсыз жала жамылғанда да Толқын дәл осылай қиналмап еді. Өзін бір ең ақымақ, ешкімге керексіз сорлы жандай сезінді. Бірақ ол оңай жеңіле салатын жан емес. Мейлі, бұл мақұлықтың құрған торы болар, торына түсірді. Мейлі, көздегендеріне жетті. Мейлі, бірақ екеуін мен тайраңдатып қоймаспын, деген ол ертеңіне үйіне жол алды. Мақсаты оларды масқаралап, үйден қуып шығу еді. Мерей сияқты ел жұртын жинап, екеуін ортаға салып, бұл жағдайдың бәрі екеуінің ойласып жасаған жоспарлары екенін паш етіп, өзін де ақтап алу еді. Бірер күннен соң тас түйіндей бекініп келіп еді. Кірпішін өзі жүріп таңдаған үлкен үйіне. Бірақ ауласына кіріп еді. Қадамы алға баспай тоқтап қалды. Шырша артында көрінбей, күйеуінің қазіргі өмірін сырттай бақылап тұра берді. Қамбар Мерейдің кенжесін мойнына отырғызып алып, үлкен екеуіне велосипед айдауды үйретіп тұр. Балалар мәз. Қамбар да баламен бала болып ойынға кірісіп кеткен. Арасында мойнында отырған кенже баланың сығылтап күлгеніне мәз болып секіріп қояды. Бір кезде ас бөлменің терезесінен Мерей басын көрсетіп, тамақ дайын болды, кіріңдер, деп шақыра бастады. Мерей аз уақыттың ішінде мүлдем өзгеріп кетіпті ғой. Шашын сәндеп алыпты, қасы қиылып тұр. Жүріңдер, тамақ жеп алайық. Тәк, мамамыз бүгін не пісірді екен деп улап-шулап ішке кіріп бара жатқан олардың соңынан қанша уақыт қарап тұрғанын білмеді Толқын. Бұл жаққа жеткенше бәрін қырып жойып, от қоятындай лапылдап еді. Ал мынау көрініс ашудың асау толқынын тоқтатты. Елжіретіп жіберді ғой мына көрініс. Қорбаңдап, балалармен ойнап жүрген Қамбарды аяп кетті. Оған осы бақытты сыйлай алмаған өзінде аяды. Мейлі, ең болмағанда сен бақытты болшы. Қандай жолмен құрастырсаң да, жеткен бақытыңа кедергі келтірмейін. Мынадай керемет өмірді бұзғым келмейді. Обал ғой, сен бақытты болшы. Ендеше, балалармен, деп өзін әрең тежеп тұрған ол сыртқа шыққанда дауыстап жылап жіберді. Бұл ортадан кетіп қалғысы келді. Қайда барса да, әйтеуір бұл жерден алыстау керек. Көз жасын жел құрғатқан ол тез-тез жүріп келеді. Әнекей, қарсы алдынан Еркеғалидың көлігі де қарасын көрсетті. Көлік жолдан шетке бұрылып, дәл қарсы алдына келіп тоқтағанда ғана Толқын әлгі көріністен арылып, Еркеғалимен көзі түйісті. Қайда барасың? Мекенің сенің ол жақта емес, кері қайт деп іштей сайрай берді. Еркеғали жағдайды білет. Өткенде келіп, өз көзімен көріп кеткен. Қамбармен төбелесіп, Мереймен сөйлесіп, ат ізін бір жола кесіскен. Бірақ үйірінен алыстай алмай, балаларына деген сағыныш тағы да мұны еріксіз осында әкеліп еді. Не болып кетті? Еш миыма қонар емес мынау жағдай. Екеумізді теңеп жүріп, өздері табысып кеткен бе? Деген Еркеғали көлігінен түсіп, Толқынның жанына келді. Солай болып тұр ғой енді. Мен де еш түсіне алар емеспін. Балаларды алып кетуге келдім. Менің некелі жарым бола тұра, бөтен еркектің құшағында жатқан әйел балаларыма қандай тәрбие береді?
Арадағы неке әлі бұзылған жоқ. Көрсетемін мен оларға, деп жұдырығын түйіп, үйге кіріп бара жатқан оның ізінен Толқын: бармашы, тиіспеші оларға, олар тым бақытты, деп ізінен еріп келеді. Бірақ Еркеғали ашулы. Үйдің есігін бір теуіп ішке кірді. Іштегілер жалт қарасты. Қамбар орнынан атып тұрып, Мерейдің қолындағы шәйнегі еденге түсіп кетті. Оларды көзге де ілмей, балалармен көріскен соң Еркеғали кенжесін де көтеріп кетпек болды. Мерей: балаларға тиіспе, деп айқайлап мұның қолына жармасты. Еркеғали оны қаңбақ құрлы көрмей итеріп құлатты. Сол мезетте Қамбарды қарап тұра алмады. Еденге ұшып түскен Мерейді көріп, Еркеғалидың құлақ шекесіне жұдырығымен қойып қалды. Ал басталды енді төбелес. Екеуінің де іштерінде менің әйелімді тартып алды деген ыза кектері қайнап жатыр. Бірін-бірі аямады олар. Бірін-бірі өлтіруге дейін бар. Мерей балаларды жоғары қабатқа алып шығып кетті. Ал Толқын тек шыңғыра берді. Үйдегі бар затты қиратып, бірін-бірі оңдырмай төгіліп жатқан екеуіне қарап, бет-ауыздары быт-шыты шығып, қанға боялған екеуі де қайтар емес. Бір уақытта өлтіремін сен деген Еркеғали әлсіреп қалған Қамбарды бар күшін салып мойнынан буындыра бастады. Қолдар ербеңдеп, қырылдап жатқан Қамбарды көрген Мерей баспалдақтан сүріне қабына төмен түсіп: Еркеғали, есіңді жи, жіберші, өтінемін, жібер, деп айқайға салды. Сені де өлтіремін, екеуіңді өз қолыммен көмемін, содан кейін өзім түрмеге барамын деген бұл да қайтар емес. Кешірші, құлың болайын, кешірші, не қаласаң сол болады, тек Қамбарды жіберші, кешірші бізді, сен Толқынмен кеткен соң амал жоқ, кешірші енді, деп Мерей боз-боран болуда. Толқын да сәлесін жидау деймін. Бұрышта тұлып тұрған жерінен ол да келіп: Еркеғали, қолыңды қанға малыма, түрмеде оңай дейсің бе, жібер оны, деп шыңғырды. Екі әйел екі жақтан әрең ажыратып алды. Қамбардың мойнында сіресіп қатып қалған Еркеғалидың қолын: мен балаларды алып кетемін, деді сәлден соң ентігі басылған ол. Мерей Қамбардың бет-аузына қанды сүртіп, сыңсып жылай берді. Біз емес қой, сендер ғой осы жағдай жеткізген, сендер емес пе бәрін бастаған, деп қояды. Сендер әдейі ұйымдастырған сияқтысыңдар осы жағдайды, деді Толқын Еркеғалидың қан тамған шекесін сүртіп отырып. Бұлай болып кетеді деп кім ойлапты? Әдейі ұйымдастырған жоқпыз, бұйрық болар. Не істеп не қойғанын білмей қалдым ғой. Екеуінің сол кездегі түрлеріңді көріп, өз ісіме есеп бере алмай қалдым. Бұл жайында көп ойланамын. Өзіңе талай рет хабарласпақта болдым. Қайтем енді, не істейін? Ағайын жұртты жинап, өзім-ақ айтайын бар жағдайды. Осы төртеуміздің ішінде ең күнәһары да мен болайын. Бар күнәні өзім алайын. Тек кешіріңдерші мені, обалым аған. Қалай жазаласаңдар да көтеремін, деген Мерейдің ақылы енді кіре қалыпты. Несіне кешірім сұрап тұрсың? Сен кешірім сұрасаң, бір нәрсе өзгереді дейсің бе? Болар іс болды енді, деді Толқын. Ал Еркеғали: балаларды алып шық, деді. Қамбардың басын сүйе отырған Мерейге жек көре қарап: өтінемін, балаларды алып кетпеші. Менсіз қалай өмір сүреді олар? Ауырып қалады ғой. Тиіспеші балаларға, деген Мерей еңіреп жылап отыр. Сенің жазаң сол. Балаларды маған бересің. Сен сияқты ақмақ, күнәһар әйелге ұрпағымды сеніп тапсыра алмаймын. Ей, мен өліп қалмасам келетін едім ғой. Некені бұзған соң-ақ тие бермедің бе байға тегіш болсаң, деген Еркеғали енді тап беріп Мерейді ұрмақшы болды. Басын бұғып жата қалған ол қарсылық көрсете алмады. Еденде қанға боялып жатқан Қамбардың қасында дір-дір етіп отырды да қойды. Ақсаңдай басқан Еркеғали үш баласында көтеріп алып үйден шықты. О жағына бір, бұ жағына бір шығып жүгіріп жүрген Толқын: балаларды анасынан ажыратпашы, бұлар әлі кішкентай, қалай күтім жасайсың, қалдырып кет балаларды анасына, деп шырпыры шығуда. Ал денесінен қан сорғалап, ақсаңдай басса да, Еркеғали үш перзентін бірдей көтеріп, күшіктерін қорғаған жаралы аңша бұл маңнан кеткенше тез-тез адымдап барады. Ол балаларды ауылға анасына апарып тапсырды. Өзі сол баяғыдай
аптасына бір барып тұрады. Бірақ сол арада Мерей де әрекет жасап көрді перзенттерін қайтарып алуы үшін. Онысынан түк шықпады. Өзің бүлдіріпсің ғой бәрін. Қай бетіңмен келіп тұрсың енді? Күйеуінің көзіне шөп салған әйелді баяғыда тас атып өлтіруші еді. Басың аман қалғанына қуанбайсың ба? Бақытыңды тауыпсың. Сол бақытыңмен өмір сүре берсейші. Балаларды сағынсаң жолығысып тұрасыңдар. Немерелерді өгейдің қолына телміртпейміз. Өз елінде өссін деген ата енесі де оңдырмады Мерейді. Оның үстіне, Мерей жүкті ғой. Қамбардың перзенті құрсағында өсіп келеді. Тосикосы да мазалап, екі ортада әбден қиналған соң, балаларымен тек жолығып тұруға амалсыздан көнді. Біраз күндерден кейін Қамбар мен Мерей басқа қалаға көшіп кетті. Қызбалыққа салынып, Толқынның адалдығына күмән келдірген Қамбар өзін кешіре алмады-ау деймін. Үйді толығымен Толқынның атына аударып, Мерейін қолтықтаған күйі басқа қалаға аттанды. Мерейімен өз қанынан жаралған дүниеге келер перзентімен ол жаңаша өмір сүрмек. Толқын үйді сатып, құрбысының ұсынысы бойынша Түркияға кетпекші. Бөтен елде бәрін ұмытып, өмірін жаңадан бастағысы келеді. Керек заттарын жинап алып кетпек болып, ол бүгін үйге келіп еді. Әр бұрышы көзіне ыстық көрініп, қимай жүр. Әр затты ұстап көріп, жылап жүр үй ішінде. Жылай-жылай әлсіреген ол, диванына қисайған күйі, көзі мызғып кетіпті. Көзін ашса, үй іші тас қараңғы. Орнынан тұрып, терезен ашты. Жаңа ай туыпты. Жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке деп, іштей дұғасын жасады. Жіп-жіңішке айға көз тіккен Толқын. Мен де жаңа өмір бастағым келеді. Мен де бақытқа қол жеткізгім келеді деп, іштей тілеген ол, өзін ұстай алмай, тағы да көз жасына ерік берді. Ал бұл кезде Еркеғали өз үйінде тұрып жатқан. Астан кестен болып кеткен өміріне ақылеген оның да бүгін ұйқысы қашып, есігінің алдында ойға шомып отыр еді. Терезеден қарап, жылап тұрған көршісінің дауысын естіді ол. Есіктің қоңырауынан селт еткен Толқын, бұл кім болды екен деп зәре ұқты қалмады. Жарықтың бәрін жағып тастап төмен түсті. Бұл кім? Деді даусы дірілдей. Мен ғой Еркеғали. Толқын есікті ашты. Сол түні олар таңды ұйқысыз атырды. Аулада отырып ұзақ сөйлесті. Шын мәнінде қос мұлықтың бір-біріне айтары көп еді. Арадан жылдан аса уақыт өтті. Еркеғали мен Толқын үш баланы ертіп, әнекей балалар дүкенінен шығып барады. Екеуінің бас қосып, отау тіккендеріне жарты жылдай уақыт болыпты. Толқын сырттағы жұмысына көмекші жалдап, өзі үш баланың қамын жасап, ана бақытына бөленіп, үйде отырған жайы бар. Ал Мерей алғашқы кезде балаларын іздеп, жиі келіп тұратын. Ал қазір оның да өз бөпесі бар. Бір жағынан үш балаға ақ жүрегімен аналық мейірімін төгіп, емірен отырған Толқынды ендігі жерде осы бақытынан да айырғысы келмейді. Үш баланың жағдайын өзінен артық жасап, өмірінің мәніне айналдырып алған Толқынға перзенттерін сеніп тапсырған. Әрине, жүз көріспей кеткен емес, жиі хабарласып тұрады. Екі үйдің ортасында өсіп келеді үш бала. Ешкімді сөкпейікші, әркім өзінше бақытты. Әңгіменің соңы.